өзіме қызық болды, бір кілең жаңағы форма киген, жаңа арнайы киім киген қызметкерлердің арасынан бірінші бізге жұмысқа кіргенде бірден не кимейсің ғой, енді алдын ала бірінші 3 ай сынақ мерзімі болады. Сол сынақ мерзіміне сол сынақ мерзімін өтем дегенше біраз жаңағы қобалжып, сондай күтіп тезірек өтсе екен деп, әйтеуір сөйтіп форма кигенде қатты сөйтіп қуанып, қайта жаңағы киімін жаңағы дайындап, сөйтіп не болған, қызық болған сөйтіп. Бұл негізі былайынша орысша айтқанда сугубо мужская профессия дейді. Бірақ енді дәл қазіргі заманда ол нақты тек ер кісілердің жұмысы деп айта алмаймын. Кебап сала, бұл жерде салалар көп, сосын бізде жаңағы кеңсе жұмысшысы ретінде, сосын барып ондай да нелер бар, әйелдер жұмыс істейтін мүмкіндік бар. Дабылды шақыру бойынша келгенде енді өзімізге де бірінші рет болғасын қызық болған, бірақ енді оған да үйренесің. Енді бұл жерде өзіңе жаңағы бекем болу керексің, қаттылау болмысың. Ең жаңағы маңыздысы сенің жаңағы орысша айтқанда тыл крепкий должен быть дейді ғой. То есть жаңағы отбасың саған қолдау көрсету керек. Менің бұл салада ұзақ жыл бойы жұмыс істеп, осы қазіргі лауазымға жеткенде менің жаңағы жолдасымның шыдамдылығына, сол менің түсінгеніне байланысты. Сол енді отбасы сондай не қолдау көрсету керек. Әріптестеріме және басқа да осы әйелдер қауымына 8 наурыз мейрамы құтты болсын деймін. Жылдан жылға мейрам қызықты әрі керемет өте берсін. Бүкіл әйел қауымына әйел бақытын тілеймін. Еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Осы саланың қызметкерлеріне шыдамдылық, төзімділік тілеймін. Қазақстанның әйелдері құлпырып жайнап жүре берсін.